Сәлем достар, сіздермен бірге толқын. Бүгін біз үлпілдеген жұмсақ тандыр нан дайындайтын боламыз. Сіздерге рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жылы сүтімізге 3 қасық ұнымызды, 3 қасық қантымызды, шай қасық және ашытқымызды салып, араластырып, апара жасап, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Енді көтерілген апарамызды ұнымызға салып, оған тұзымызды қосамыз. Бізге 2 жұмыртқа керек болады. Мен біреуінің сарысын алып қалдым бетіне жағуға. Қалған 1,5 жұмыртқаны саламыз. Және де қамырейлеп бастаймыз. Араластырып алып суымызды құйып, қамырдың басы біріккен кезде 100 грамм сұйық майымызды құйып, әбден майымыз қамырға сіңіп, қамырдың иі қанғанша 10 минуттай илейміз. Және иі қанған қамыр сол кезде қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығады. Оны ыдысымызға лақтырып ұрып аламыз. Сол кезде қамыр жақсы болып шығады. Сосын бетін жауып, жарты сағат көтерілуге қойып қоямыз. Енді көтерілген қамырымызды ұн сеуіп 6 бөлікке бөліп аламыз. Және оны противеньге салып, тандыр нанымыздың формасын келтіріп, тағы да противеньде көтерілуге жарты сағатқа қалдырамыз. Дайын болып көтерілген нанымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, пешке 170 градуста 25 минутқа қойып, пісіріп аламыз. Міне достар, осымен біздің тандыр нанымыз дайын болды. Жұмсақ, иісі деген енді керемет, ароматный болып шықты. Өзі сондай үлпілдеп тұр, жұмсақ. Достар, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, лайк басамыз. Сіздермен болған толқын, рахмет, ас болсын сіздерге.